Осы дұрыс тамақтану дегеніміз не? Салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығының мамандары тамақтану әдебін сақтау тұрғысынан халық арасында түсіндірме жұмыстарын жүргізді. Мамандардың айтуынша аурудың 80% дұрыс тамақтанбаудан туындайды. Соған қарамастан соңғы кездері батыстық үлгідегі фастфуд, гамбургер сияқты тез, жеңіл дайындалған, ішінде калориясы мен холестерині көп тамақтармен тамақтану әдетке айналып барады. Химиялық қоспалармен көмкерілген газды сусындармен салмақ қосу, ас қорыту жүйелерінің бұзылуы көбейді. Дүниежүзілік денсаулық ұйымының болжауына сәйкес қан тамыр ауруларынан өлім жітім бірінші орында алып тұр. Екінші орында обыр аурулары, үшінші орында жарақаттану дейміз. Енді осы қан тамыр ауруларын азайту мәселесіне тоқтасақ, дұрыс тамақтану, дене белсенділігі бір қауіп-қатер факторларына жатады. Қала тұрғыны Махамеджан Бекжановтың асқазаны ауырып, қан қысымы жиі көтеріледі. Ал мұны дәрігер қан айналымының бұзылуынан, дене қимылының аздығынан пайда болатынын түсіндірді. Сондықтан жаттығулар жасап, спортты серік ету әрбір адам үшін қажет екенін айтты. Сонымен қатар асқазанды күту жайлы да жан-жақты ақпарат берді. Өзім қан қысым бар еді, асқазаным ауыратын еді. Соған енді мынау акция жүріп деген, осы акцияның қысымынан өзім жақсы мәмілет алдым. Акция ұйымдастырып адамдарға рахмет. Цель нашей акции... Акцияның мақсаты бірінші кезекте тұрғындарға ұтымды тамақтанудың тиімділігін түсіндіру. Шара барысында халыққа ұзақ өмір сүрудің сыры белсенді қозғалыста екенін айттық. Артық салмақтан арылудың оңтайлы жолдарын насихаттадық. Жалпы әр адам өз денсаулығына жауапты. Қала орталығында ұйымдастырылған шараға жергілікті тұрғындар мен қала қонақтары белсенді атсалысты. Әркім өзін толғандырған сауалдарға тұшымды жауап алып, денсаулығын күтудің алғы шарттарын біліп қайтты. Балауса Қасымхан қызы, Бекболат Әбденов, Төрехан Қожахметов, Қазақстан Қызылорда телеарнасы.